Жаңа тайлау үлкен жауапкершілік. Министрлер кабинетінің қарарымен Жолдыбек Бердер Бақтиярович Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетінің ректор етіп тағайындалды. Bundan алдыңғы ректор Рим Ахмет Мамбеткаримович Өзбекстан Ilmler Академиясы Қарақалпақстан бөлімі бастығы етіп тағайындалғаннан кейін оның орнына уақытынша вазифасын атқарушы ректор сипатында Алымжан Дүйсенбаев істеп келе еді. Бүгінгі жаңа тағайындауда болса, ілім һәм білімдендіру тарауында үлкен тәжірибеге ие. Халықаралық көлемде білім алған жетік қаниге, жақсы шөптің өсіруші. Қазіргі Қарақалпақстан ауыл қожалығы һәм агротехнологиялар институтының ректоры Бердер Бақтиярович бүгіннен бастап университетте жаңа лауазымда жұмыс алып барады. 30 мыңнан астам профессор, оқытушы, қызметкер һәм студенттерден ібарат үлкен жамаатты басқару бұл жүдә мақтанышлы һәм жауапкершілікті вазифа. Бердер Бақтияровичке жаңа лауазымда бекем денсаулық, сенім һәм үлкен табыстар тілейміз. Еліміз білімдендіруінің рауажлануы жолында әумет һәмеше жолдасы болсын.